Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар? Сіздерге аз ғана кеңесім бар. Балаңызды алғаш рет тіс емханасына алып барған соң, тіс дәрігері сізден бірінші сұрайтыны, аллергиясы бар ма жоқ па деп сұрайды. Шынын айту керек, егер алдын укол қабылдамаған болса, тіс дәрігері анализ тапсыруды айтады. Кей ата-аналар өзіңіз права жасап көріп сала беріңіз дейді. Бұл дұрыс емес, себебі тіс емханасынан жақсы болып шығады дейлік. Бірақ әр балаға әртүрлі әсер етеді. Мысалы, сол моментте аллергиясы шығуы мүмкін, ал немесе 1-2 күнде, бір аптада аллергия беруі мүмкін. Осы себепті тіс дәрігері анализ тапсыруды сұраса, ерінбей барып тапсырып келгеніңіз жөн. Сіздер дұрыс жағынан түсініңіздер, құрметті ата-аналар. Сіздерге осы кеңесім ұнаған болса, каналымызға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.